Сәлем достар. Ал сіздер білесіздер ме? Әлемде өлсе де біраз уақыт тірі жататын және өмір сүруін біраз уақытқа дейін тоқтатпайтын жануарлар бар. Факторларға сүйене отырсақ, адамға шабуылдауға және өлтіруге дейін барады. Өлгеннен кейін де тірі жүретін жануарлар. Олар қандай жануарлар? Ендеше кезекте жыландар. Жыландар өлі болса да шабуыл жасай алады. Мысалы, мына видеоны қарайтын болсақ, мына адам күрекпен жыланды бассыз қалдырды. Сол сәттің өзінде де жылан айбат шегіп, уын шашып, шағып алуға асық. Сол үшін табиғат аясында жүрген сәтіңізде абай болыңыз. Қараңыз, денесіз қалған жылан өз денесін танымай шабуыл жасап шағу үстінде. Бұл құбылыс жыландарға тән нәрсе. 2016 жылы Теннесси штатының тұрғыны Дэвид отбасымен бірге табиғат аясында серуенде жүрген сәтінде басы бөлек жатқан жыланды жолдан алмақшы болып, жылан шағып алады. Дэвидтің денесінің қызуы көтеріліп, ерні мен тамағының құрғап, жансыздана бастағанын сезіп, 2-3 қадам жасамастан ес-түссін жоғалтып алады. Дэвидті больницаға шұғыл түрде вертолетпен апаруға тура келді. Сөйтіп дәрігерлер Дэвидті өлім аузынан арашалап қалды. Ал Қытай Кантон провинциясындағы бас аспаз өзінің деликатес болып саналатын ерекше ас мәсірін жасап жатып, 20 минут бұрын шабылған жылан басын қоқысқа тастамақшы болған кезінде жылан шағып алады. Байғұс аспаз жедел жәрдем келмес бұрын жан тапсырады. Сондай тәсілмен жылан өзінің ақысын алған тәрізді. Ал мына жағдай бір фантастика тәріздес. Жылан өзін-өзі жұту үстінде. Сене аласыздар ма? Негізінде бұндай жағдайлар тек жыландарда ғана болып тұрады. Неге дейсіздер ме? Өйткені жылан сезу мүшесіне 100% сенеді. Сол себепті жылан өзі осы уақытқа дейін жеген құрт-құмырсқа жәндіктерінің қалдықтары құйрығына жағылып қалған себептен оны ас ретінде көріп, өзін-өзі жұтып, көп жағдайларда өліп жатады. Мысалы, сондай жағдайлардың бірі өзін-өзі жау санап шағып алған улы жылан. Экраннан алыстамаймыз, достар. Қарап отқандарыңыздай сегізаяқта адам өліміне біршама себепші болады дегенге сене аласыздар ма? Корея және Япония халқы сегізаяқтарға құмар гурмандар. Және де көптеген мейрамханаларда сегізаяқ жартылай пісіріліп дастарханға қойылады. Жартылай піскен сегізаяқ адам өліміне әкелуі мүмкін. Неге дейсіздер ме? Өйткені жартылай піскен сегізаяқтың аяқтары кеңірдек демалатын мүшемізді бітеп адам өлуі де мүмкін. Кей гурмандар сегізаяқты тірідей жеуден тайынбайды. Одан қайтыс болу пайызы әлде қайда жоғары. Сегізаяқ бие деген ас мәзірі соус құйған сәттен бастап билей жөнеледі. Ал сіз осы ас мәзіріне қалай қарайсыз? Солтүстік Кореяда болған жағдай. Шала піскен кальмарды жеп отқан әйел алдындағы кальмардың тіріліп кеткенін көріп, аузынан алып үлгергенше кальмар улы сұйық зат шашып үлгеріпті. Әйелді жедел түрде емханаға жатқызуға тура келді. Мынау бізде өлген тасбақаның жүрегі ұзақ соғады дегенге рас екеніне бір дәлел, және ол бассыз стимулды соға береді. Көптеген жануарларда ол қасиет жоқ. Бақа да бассыз ұзақ уақыт өмір сүре алады. Бұл да бір ғажайып және қорқынышты. Көрмесе де клеткалар стимулды қозғала береді деген осы шығар. Жәндіктерге келетін болсақ, тараканның басын жұлып алсақ не болады? Таракан бірнеше күн өмір сүре береді және де ақыр соңында аштан өледі. Дәл сол сияқты ұрғашы шыбында сондай қасиеті бар. Ал достар, көріскенше күн сәтті.